Әмірші 4 жыл бойы жорықта жүрді. 100 мың аттың тұяғының баспаған жері жоқ. Кіші ханым жорықтағы әмірші оралғанда оған деген кіршіксіз махаббатын көрсетіп тұратын мұнара салдыртуға кісі жұмсап, бас уәзірді өзіне шақырып тапсырма берді. Бас уәзір мұнара салдыртуға шебер Жаппарды таңдап алды. Жаппар бас уәзірдің тапсырмасына таңдана келісті. Ол жұмысшыларды жұмсап, күнде тас қалап мұнараны салуды бастап кетті. Кіші ханым қызметшілерін жұмсап, мұнараның салынып жатқаны туралы хабарын біліп отырды. Тіпті қарапайым жұрт мұнара туралы қандай әңгіме қылатынын сұрады. Кіші ханым мұнараның қалай салынып жатқанын көру үшін күймеге мініп, мұнараның төбесіне шықты. Жаппар кіші ханымды көріп тұрған орнында қатты да қалды. Енді ол мұнараны жас ханым мен нөкерін еріксіз қарататындай қылып безендіруге бел буды. Бірақ мұнараның бір кетігі қаланбай қалды. Ханым өзі келіп көрсе ғана бітіремін деп шорт кесті. Ханым айлаға көшіп, нөкер қыздарының ішінен бір қызды таңдап, өзі секілді киіндіріп, мұнараға жіберді. Нөкер қыз ол жақтан келген соң шебердің қылығын айтып мәз боп күлді. Әмірші жорықтан келіп, дастархан басында қызыл алманы ұстап еді, арасынан бұлаңдап құрт шықты. Бұл бәйбішесінің әдейі жасап кеткен ісі еді. Кіші ханым әміршіні сарайына келеді деп қанша күтсе де ол келмеді. Әмірші бұл махаббат мұнарасының жай-жапсарын, кімге арнап салынғанын ұғып, Жаппарды шақыртып, оның көзін ойып, тілін кесіп алды. Ал мұнара асқақтап тұра берді.